Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздермен WordWall атты онлайн сервиспен таныстыратын боламын. Бұл сервис басқа сервистерге қарағанда ерекше. Бұда 18 түрлі ойын тапсырмаларын құрып шығуға болады. Міне қарап көрсеңіздер болады. Неше түрлісі бар. Сабақтарыңызды ерекше өткізуге таптырмас сервис бұл. Осы сервисте тапсырма құру үшін біз алдымен осы сервиске тіркелуіміз керек. Мына оң жағында көріп тұрсыздар, мен алдын ала тіркеліп алдым. Сіздерде Google аккаунт болса, сонымен тіркелуіңізге болады, немесе осы сервистің өзінің сұраған мәліметтерін толтырып, учетный запись создавать етуге болады. Енді осы сервисте қалай тапсырмаларды құрамыз? Ол үшін создать действиеге басамыз. Осының ішіне өзімізге ұнаған шаблонды таңдап аламыз. Мысалы, групповая сортировка. Мына жерде название деятельностьке, мысалы, мен компьютер құрылғылар деп жаздым. Группа 1 деген қасында ручканы басамыз, монитор деп жазып, сделано дегенді басамыз. Содан кейін астында мына жерде сурет жүктейміз. Өзіңіздің компьютеріңізде болса загрузить дегенді, немесе интернеттен табуға болады. Мониторды жасап, лупаның суретін басамыз. Осы жерде монитордың неше түрлі суреттерін тауып береді, біреуін таңдап қоясыз. Енді екіншісін қосу үшін добавить элемент дегенді басамыз, плюсті басып, дәл жаңағыдай екінші монитордың суретін жүктеп аламыз. Осылай төртеуін жасап аламыз. Бірінші группаға монитордың 4 суретін жүктеп. Міне 4 сурет қойылды. Енді екінші группаға верхний тақта деп жазып алдым. Дәл жаңағыдай барлығын қайталап шығамыз. 4 суретті жүктеп аламыз. Перне тақтан барлық суретін жүктедік. Енді үшінші группа қосу үшін астында плюс добавить группу дегенді басып, осыған тінтуір деп жаздым, яғни мышка. Дәл жаңағыдай қайталап шығамыз барлығын. Мышкамыз дайын. Енді тағы добавить группу деп өшеге принтер деп жаздым мысалы. 4 принтеріміз дайын, барлығы жүктелді. Енді астындағы сделано дегенді басамыз. Біздің тапсырмаларымыз сақталып жатыр. Содан кейін старт дегенді басамыз, начать яғни. Міне біздің тапсырмаларымыз дайын. Енді мына суреттерді сәйкестендіріп қою керек. Біз мониторды мониторға, мышканы мышкаға, клавиатураны клавиатураға және принтерді бәрін қойып шығамыз. Содан кейін отправить ответы дегенді басамыз. Барлығын тексеріп шығады, барлығы дұрыс. Содан кейін ең соңында оқушы неше сұраққа жауап берді және қанша уақытта жауап берді, соның барлығын көрсетіп тұрады. Енді мына оң жағында переключить шаблон ішінен басқа шаблон таңдап алуымызға болады. Яғни бір тапсырмамен басқа да ойындарды ойнай беруімізге болады. Мысалы, викторинаны таңдап алдық. Жаңағы тапсырмамызды басқаша етіп шығарды. Мысалы, мынау тінтуір сурет көрсетіп тұрады, соны басамыз. Яғни ол дұрыс. Келесі суретті бұл принтер. Принтерді басамыз. Осылай шаблондарды өзгертіп, бір тапсырмамен бірнеше ойын тапсырмаларын құруға болады. Барлық шаблондардың темасын өзгертуге болады, яғни түрін өзгертеміз. Астына түссеңіз шаблонын, осындай неше түрлі темалар бар. Случайный колесо. Стрелканы басамыз. Жаңағы тапсырма қайталанып тұр. Мысалы, оқушыларға осындай тапсырма береміз, қандай құрылғы деп мысалы. Принтер дегеннен кейін оны алып тастауға болады. Ең соңында осы сіздің тапсырмаңызды басқа оқушылар, мұғалімдер көру үшін делиться дегенді басып, публиковать дейміз. Қашықтықтан оқығанда мына ссылканы копировать етіп, оқушыларға WhatsApp-пен жіберуге болады. Құрметті әріптестер, сабақтарыңызды ерекше өткізу үшін, оқушыларды қызықтыру үшін міндетті түрде WordWall сервисін пайдаланып көріңіздер. Және алда пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, осы видеоға лайк басып және астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.